Алла тағала тозақлар туралы былай дейді: сендерді осынау жаһаннамға не айдап әкелді деп сұрайды. Сонда әлгілер: біз намаз оқитындардың қатарында емес едік, пақыр міскінді тамақтандырмайтын едік, ғапылдыққа салынғандармен бірге Алланы, ақыретті еске алмай бос уақыт өткізіп күнәға батыратын сауық амалдарды орындадық деп айтады. Ахмад ибн Хамбалдың риуаяты бойынша Аллах Иисусалам иманды пенде мен Аллаға серік қосудың және кәпірліктің арасында айырмашылық намазды тастау деген. Табаранидің айтуы бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аманатқа қиянат жасағанның иманы жоқ, таза болмағанның намазы қабыл болмайды, намаз оқымағанның діні жоқ. Бастың денеде орны қалай болса, намаздың діндегі орны да осындай деген. Жамандықтардың басы: парыз намазды әдейілеп қалдырып қойма, өйткені әдейілеп парыз намазды қалдырған кісіге Алла тағаланың және оның елшісінің кепілдігі болмайды деп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам еш себепсіз әдейі намаз оқымаған кісінің атын Алла тағала тозақтың есігіне, тозаққа кіретіндердің қатарына жазады деп айтқан. Табарани риуаятында Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам намаз оқымаған кісі отбасының және мал-мүлкінің тарап кетуіне жол ашады деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағалаға себепсіз намаз оқымай жүрген кісінің барлық жақсылықтарын өшіреді. Тәубе жасап қайтадан Аллаға қайтқанға шейін онымен ешбір байланысы болмайды. Алла тағала Құран кәрімде былай дейді: алайда кейіннен олардың орнын нашар ұрпақ басты. Олар намазды тәрк етті. Әйел, бала-шаға, дүние-мүлк, нәпсілері қалаған нәрселердің соңына түсті. Олар түптің түбінде құрдымға құлап сазайларын тартады. Ал араларынан тәубе етіп игі істер істегендердің жөні бөлек. Олар жұмаққа кіреді, титтей де әділетсіздікке ұшырамайды. Ибн Махсуд айтады: аятта тәрк етті деген сөз намазды толығымен тастады деген емес, оны уақытында оқымады деген мағынаға келеді. Сол аяттағы тәрк етті деген сөзбен екінті уақыты кіруге таяғанда бесін намазын ақшам болатын кезде, екінті намазын құптан уақыты келместен ақшам намазын таң кіретін кезде, құптан намазын күн шығуға жақын таң намазын оқымай намаздары қаза қылуды әдетке айналдырып алғандар туралы айтылған. Міне сол әдетін тастамай, тәубе жасамай дүниеден өткендерді Алла тағала тозақтың терең және азабы ауыр шұңқырына лақтыруды алдын ала білдірген деді. Уа иман келтіргендер, мал-мүліктерің мен бала-шағаларың сендерге Алланы еске алуды ұмыттырмасын. Біліп қойыңдар, кімде-кім солай істейтін болса, нағыз зиян шегетіндер солар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қиямет күні пенде бірінші болып намазынан сұралады. Егер бұл сұрағы жақсы өтсе, игілікке жетеді. Егер одан кемшіліктер болса, зиян тартады деп айтқан. Алла тағала ақыретке тиісінше сенбей, ықылассыз намаз оқитындардың жағдайы қандай өкінішті. Олар намаздарын ғапыл дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аяттағы олар намаздарында ғапыл деген сөз намазды уақытында оқымағандар туралы айтылған деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намаз туралы баяндап жатып, кім намазын қалдырмай оқып жүрген болса, қиямет күні оған нұр, жол көрсетуші және құтқарушы болады. Ал енді намазға немқұрайды қарағандарға нұр да, жол көрсетуші де, құтқарушы да болмайды. Мынандай кісінің қиямет күндегі достары Қарун, Перғауын, Хаман және Убай ибн Халаф деп айтқан. Хакімнің айтуы бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам еш себепсіз екі намазды бір уақытта жинап тастаған кісі үлкен күнәға батады деген.
Бұхари мен Муслим және басқа 4 хадис жинағы бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екінті намазын қаза қылған кісі отбасын шашыратып мал-мүлкінен ажырағандай болады дейді. Муслимнің риуаятында Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам екінті намазы туралы: бұл намаз сендерден бұрынғыларға ұсынылып еді, олар немқұрайлықпен тастап қойды, енді оған мән беріп жалғастырғандарыңа 2 есе сауап беріледі, одан кейін жұлдыз шыққанға шейін намаз оқылмайды дейді. Бұхаридің риуаятында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екінті намазын оқымаған кісінің жақсы істері өшіріледі деген. Бұхариде келген бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кім түс көрді деп тез-тез сұрап айтылған түстерді Алла бұйырғандай жорып тұрды. Бір күні таңертең былай деп айтып берді: күнде 2 кісі келіп мені төсектен тұрғызып жүр кеттік деді. Олармен бірге жүрдім. Жолда 2 кісіні жолықтырдық. Біреуі жерде шалқасынан жатыр, екіншісі әлгіні таспен басқа ұрып басын жарып жатыр. Домалап кеткен тасты алып келгенге шейін әлгінің басының жарылған жері бітіп қалып жатты. Ол болса қайтадан әлгі ісін қайталай берді. Мен күткен кісілерден: уа Құдай, бұл не деп сұрасам, жүр кеттік деп басқа жауап берген жоқ. Одан ары бара жатып тағы 2 кісіні жолықтырдық. Олардың бірі жерде жатыр, екіншісінің қолында темір шеңгел бар екен. Ол әлгінің бір жағын темір шеңгелді сұғып, жағының жарымының мұрнының бір танауын және 2 қасының ортасына маңдайын жарып жатты. Содан соң екінші жағынан тартып жарып паршалады. Бірақ сол заматта жарылған жақтар қайтадан бітіп бұрынғы жағдайына келіп тұрды. Жанымдағылардан: уа Құдай, бұл не деп сұрадым. Олар: жүр кеттік деп одан ары жүрдік. Алдымыздан тандырға ұқсаған, ішіне от лаулаған шұңқыр шықты. Ішінен ызың шу естіледі. Аузынан қарасақ тырдай жалаңаш әйел еркектер жүр. Шұңқырдың түбіне көтерілген жалын олардың денесін орап алыпты. От алаулаған сайын олардың ащы айқайлары шығып жатты. Жанымдағылардан: бұлар кімдер деп сұрадым. Қайтадан: жүр кеттік деді. Жолымызды одан әрі жалғасып бір дарияның жиегіне бардық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қан секілді қып-қызыл деп суреттерді деп ойлаймын. Ол жерде 2 кісіні жолықтырдық. Бірі дарияда жүзіп жүр, екіншісі жиекте үйілген тастардың жанында тұр. Судағысы жиекке жақындаған сайын жиектегі кісі таспен ұрып қайтарып жатты. Жанымдағылардан: бұл не деп сұрасам, жүр кеттік деді. Одан әрі жүрдік. Жолда өте қорқынышты бір кісіні көрдік. Одан қорқынышты жанды жолықтыру мүмкін емес еді. Ол кісінің алдында от жанып тұрды. От бәсеңдеген сайын пенде оны қозғап күшейтіп тоқтамай отты айналдырып жүрді. Жанымдағылардан: бұл кім деп сұрап едім. Олар: жүр кеттік деді. Сапарымыз ары қарай жалғасты. Алдымыздан биік бақтар өскен бақшаны кездестірдік. Бақшада 100 гүлдер, ортасында бойы аспан тіреген бір кісі бар екен. Оның айналасы өте көп балалар қоршап алыпты. Жанымдағылардан: бұл кім деп сұрадым. Олар: жүр кеттік деді. Жолымызды одан әрі жалғап биік өскен ағаштың жанына бардық. Ол өте көркем еді. Бұрын соңды ондай бақ көрген емеспін. Жанымдағылардан: бұл ағашқа шық деді. Бәріміз ағашқа жабылып шығып отырып бір қалаға жеттік. Қала ғимараттардың кірпіштері алтын мен күмістен екен. Қаланың дарбазасына келіп қақтық. Дарбаза ашылып ішке кірдік. Бізді денесінің жарымы келісті, жарымы жағымсыз көріністегі біреулер тосып алды. Жанымдағылар оларға: жүріңдер, барып әлгі дарияға түсіңдер деді. Қарасам, су аппақ дария ағып жатыр. Бізді тосып алғандар дарияға бір сүңгіп шығып жанымызға келгенде денелерінің жағымсыз жерлері жоғалып, бастан аяқ ең жақсы бейнеге келіп қалыпты. Жанымдағыларға: бұл жер адым пейіші. Осы жер сенің орның деді. Жоғары жаққа қарасам, ақ бұлттай шаңқаған көрікті сарай тұр. Жанымдағылар: міне осы сенің орның деді. Сендерге Алла береке берсін, рұқсат берсеңдер мен сарайдың ішіне кірейін дедім. Қазір болмайды, бірақ уақыты келгенде ол жайға кіресің деп айтты.
Құрметті достар, осымен бірінші бөлімді мен аяқтаймын. Каналыма тіркеліп алыңыздар, екінші бөлім міндетті түрде шығаратын боламын.